Сәлематсыздар ма, оқушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Оқушылар, ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Топ алдында ауызба-ауыз суырып салатын сөз сайысы, жыр додасын не деп атаймыз? Әрине, айтыс өнері. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазіргі айтыс. Сабағымыздың мақсаты көпшілікке арналған дәрістің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық ерекшелігін талдау. Бүгінгі сабағымыздың керек дерек айдарында дәріс туралы ұғым қалыптастырасыздар. Дәріс дегеніміз оқытушының белгілі бір тақырып аясында арнаулы сабағын баяндау. Дәрістің мынандай түрлері бар: шолу дәріс, кіріспе дәріс, көпшілікке арналған дәріс. Оқушылар, кіріспе дәріс дегеніміз оқу пәндер жүйесіндегі орны мен рөлін түсіндіретін дәріс. Шолу дәрісі белгілі бір тақырып аясында тыңдау, ойлану, өңдеу, жазу тәсілі. Көпшілікке арналған дәріс сұрақтарға жауап ретінде емес, керісінше бір тұтас мәтін ретінде баяндалады. Көпшілікке арналған дәріс кезінде сұрақтардың жауаптары айқындалып жатады. Оқушылар, алынған дерек көздерін мәтін арқылы анықтап көрейік. Жер бетінде қанша ұлт болса, сонша ұлттық ерекшелік, дәстүрі бар. Әрбір халықтың туа біткен болмысына, өмір кешу жағдайына қарай қалыптасып, осы дәстүрлердің тозығын уақыт өзі екшеп, озығын ел кәдесіне жаратып жатыр. Соның бірегейі есте жоқ ерте заманда туып, қалыптасып, дамып жетіліп, бүгінгі күннің қажетіне жарап отырған халық ауыз әдебиеті болса, оның ең бір өміршең жанры айтыс жанры. Айтыс сөз барымтасы деп Мұхтар Әуезов айтқандай, айтыс қазақ халқының әдеби мол мұраларының бірі болып табылады. Айтыс деген атау айтысу, тартысу,